Бүгін Тараз қаласының қызметкерлері Қызылай қоғамдық бірлестігінің волонтерларымен бірге қала аумағындағы су айдындарындағы қысқы мезгілдегі суда қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі іс-шара барысында барлығы 18 балықшыға түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, арнайы дайындалған жаднамалар таратылды. Құрметті Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтары, Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасы сіздерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Талас өзенінің бойындағы су қоймаларында және көпірлердің астында балық аулауға тыйым салынатыны туралы ескертеді. Сонымен қатар, қысқы мезгілдегі балық аулау кезінде қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтауларыңызды сұранады.